Баршаңызға сәлем, мен бүгін сникерс торттың рецептімен бөліскім келеді. Барлық ингредиенттерді описанияға жазып қоямын. Бұл торттың сникерс шоколадынан ешбір айырмашылығы жоқ. Өте дәмді, керемет шығады. Видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бізге керегі жұмыртқа, қант, үй температурасындағы сары май, бір шымшым тұз, какао, електен өткізілген ұн. Барлығын алып, қамырымызды елеп бастырып қоямыз. Дайын тұрған қамырымызды алып, формаға салып, жақсылап қолымызбен жайып, шет-шеттерінің бәрін жөндеп, әдемілеп формаға саламыз. Вилкамен тесіп, қызып тұрған духовкаға пісіруге қоямыз. Енді карамель дайындаймыз. Бір қасық ұн қызып тұрған табаға салып, қантымызды салып, осылайша араластырып, қызарғанша араластырамыз. Сары майымызды саламыз. Енді ыстық сүтімізді аз-аздан құямыз. Сүтті құйғаннан кейін ішіндегі түйіршік қанттары ерігенше тоқтамай араластырып, сүтімізді тағы құйып, араластырып, осылай карамелімізді кішкене астында газымызды баяулатып, кішкене қайнатамыз. Тағы да сүтімізді құйып, араластырып, сәл қоюланғанша осылай араластырамыз. Мінекей карамеліміз дайын болды. Ыстық кезінде ол сұйықтау болады. Өте керемет дәмді шықты. Енді карамельді суық жерге қойып суыту қажет. Духовкадағы қамырымыз, тортымыздың қамыры пісті. Бәрін дайындап қоямыз. Үйде қандай шоколад бар алып, бөлшектерге бөліп ыдысымызға салып, шоколадтарды алып, жақсылап ертеміз. Осылай біркелкі етіп ертіп аламыз. Үстіне енді орехымызды салып, орех пен шоколадты біркелкі етіп араластырамыз. Осылай дайындап қоямыз. Енді тортымыздың қамыры дайын, карамеліміз суды. Карамельді алып, осылай торттың бетіне құямыз. Құйып қасықтың көмегімен шет-шеттерінің барлық жеріне жақсылап тегістеп жағып шығамыз. Карамель сіңгеннен кейін ол өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Осылай шет-шеттерінің бәріне жақсылап қасықтың көмегімен жағып шығамыз. Енді біз дайындап қойған шоколад пен орехымызды алып бетіне саламыз. Тағы да қасықтың көмегімен барлық шет-шеттеріне жағып, осылайша тортымызды әдемілейміз. Болғаннан кейін холодильникке 40-45 минутқа қойып қоясыздар. Ол қатады, сіңеді, дәмді болады. Неге тортымыз дайын, мен холодильникте тек 20 минут ұстадым. Сіздер көбірек ұстасаңыздар болады. Енді қазір мен сіздерге кесіп көрсетемін. Торт өте керемет, әдемі шықты. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын.